Мен сіздерге бүгін Кореядағы ас үйімнің ыдыс жууға арналған раковинасын көрсеткім келіп отыр, достар. Қараңыздар. Мынау посуда жуатын жер. Бұл стандарт. Кореяның бір 90%-ында үйінде осындай шығар. Дәл осындай раковина болады. Мынаны кеше заказ бергеніміз осы ғой. Міне, посудаңызды жуып, мынаяқтан бүйтіп жуып ала бересіз. Кебетін ыдысыңыз сразу осы раковинаға кебе береді. Артық стол үстін сүртіп жүрмейсіз, сразу мына жаққа ағады суы. Бұл жерде ең қызық нәрсе мына жерде, достар. Қараңыз, мен қазір посудамды жуып қойдым. Сіздерге әйтеуір көрсету үшін тазалаған жоқпын. Бұл тазалау әдісі өте ерекше. Мынандай бір зат бар. Аласыз да қоясыз. Қазір магниттік тартылыс іске қосылады. Кетті. Айналып жатыр. Міне, артық судың бәрін сығып тастады. Мынаны былай алып жусаңыздар да болады, алынады мынау. Немесе тұрған бойынан былай сүртіп алсаңыздар да болады. Яғни артық рет сантехник шақырып құбырын тазалату деген сияқты мәселелер сізде болмайды. Одан кейінгі нәрсе, достар, педалында. Мына жерде басқан кезде су ағады. Хоп, хоп. Қалай ойлайсыз? Бұл ыңғайлы ма? Үйіңізде осындай нәрсенің болғанын қалар ма едіңіз? Мен шынымды айтсам қалар едім, және осы раковинаны мен іздестіріп жатырмын. Бағасында мүмкін тауып жатсам Қазақстанға апарып орналастыратын да шығармын. Оны енді уақыт көрсетеді, достар. Рилсым ұнаса маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.